Менің атым Әбілдах Назар. Мен Астана қаласының халықаралық мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Бос уақытымды тиімді пайдалану үшін мен ғарыш және адам дамуы туралы мәліметтерді интернеттен іздеп, оларды оқимын. Менің хоббиім ол футбол және баскетбол ойындары. Көбінесе мен жиі оларды ойнап, өз бос уақытымды хоббиларға бөлемін. Болашақта менің арманым ғылым және жалпы адамның дамуында үлкен үлесін қосу. Менің аты жөнім Қайыржан Ділхан, мен Астана қаласының халықаралық мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Мен бос уақытымды тиімді өткізуді қалаймын. Сол себептен мен жиі кітап оқимын және интеллектуалды ойындар ойнаймын және спорт туралы ұмытпаймын. Мен ең сүйікті спорт түрі ол баскетбол. Мен жалпы болашақта өз өмірімді баскетболмен немесе ғылыммен байланыстырғым келеді. Менің арманым ол әлемдегі 1000 ең атақты және беделді адамдар қатарына ену. Біздің бұл тақырыпты таңдау себебі қазіргі кезде барлық қалалар көп электр энергияны жұмсайды. Демек, бұл жұмсаған тәсілдер біздің қоршаған ортаға ластайды. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін біз жел және күн энергияларын қолдануға тоқталдық. Біздің ойымызша жел және күн энергиялар экологиялық таза және қоршаған ортаға ешқандай зияны жоқ. Сондықтан біз бұл тақырыпты қарастырдық. Жұмамыздың басты өзектілігі ол болашақта егер энергия жетіспеу мақсатында жел және күн энергияларын пайдалану. Біздің жұмамыздың басты мақсаты ол біздің елордамызда тұрған аялдамаларды электр энергиямен қамтамасыз ету үшін күн және жел энергияларын қолдану. Әлемде адам өмір сүру деңгейін көтеру үшін және қоршаған ортаны ыңғайлы қылу үшін қалаларды смарттандыру басталды. Смарт қала деген ұғым ең алғаш 20 ғасырдың соңында пайда болды. Оның басында адамдар түсіне алмады. Ол не үшін керек, оны біз қайтеміз деген сұрақтар болды. Бірақ соңында ол өз жемісін бере алды. Смарт қала дегеніміз ол адамдарға ыңғайлы және гүлденген ортаны құру. Әлемде 50-ден астам смарт қалалар бар. Олардың ішіне Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Париж, Сеул және тағы да басқалар кіреді. Қазақстанда 3 ірі қала Шымкент, Нұр-Сұлтан және Алматыны смарт қала мақсатында тұр. Смарт қала мақсатында ең алғашқы қадамдарды 2017 жылы істеді. 2017 жылы шетел инвесторларын тартып, елордамызда 10 мыңнан астам жол камералары орнатылды және сол жол камера арқасында жол апаттары күрт қысқарды. Смарт қала талаптарына сай келу үшін біз өз идеяларымызбен бөлістік. Біздің идеямыз ол электр энергиясын үнемдеу. Бұл смарт қаланың ең басты міндеттерінің бірі болып саналады. Қазіргі кезде Қазақстанда 76 электр станциялары бар және сол 76 электр станция бізге электр энергиясын береді. Және сол энергия тапшылығын пайда болмау үшін адамдар АЭС соққысы келді. Бірақ АЭС-тің пайдасынан гөрі зияны көп деп есептеген соң біз өз идеямызды ұсындық. Аялдамаларды электр энергиясымен қамту мақсатында жел генераторын қолдану арқылы электр энергиясын өндіру және екіншісі аялдамаларды жылыту мақсатында күн панельдерін арқылы электр энергиясын өндіру. Жалпы бірінші тәсілге тоқтасақ, жел энергиясы. Жалпы жел энергиясы біздің ойымызша ол тиімді және шексіз энергия көзі болып табылады. Оның артықшылықтары айқын. Жел жалпы барлық жерлерде соғады және оның қазуға қажеті жоқ. Жалпы қазіргі кезде желдің барлық қоры 170 триллион киловаттқа дейін жетеді. Яғни теорияда ол қазіргі таңда болатын энергия көз қуаттарын жел энергиясымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Жалпы жел энергиясы, егер біз оны қолдансақ, сонда ол қоршаған ортаға ешқандай зияны және ешқандай әсері болмайды. Ол топырақты, атмосфера және гидросфера қабаттарында ластамайды. Сондықтан біз жел энергиясының қандай тиімділіктерін қарастырдық. Күн атмосфераны әркелкі жылытады. Экватор айналасындағы жоғары температура жылы ауаның жоғары көтерілуіне себепші болады. Салқын ауа алмасу үшін кері жүріп, ғаламдық жел айналымын бастайды. Адамзат жел энергиясын ғасырлар бойы ресурс ретінде қолданып келген. Кемелер қозғалу үшін желкендерді орнатады.
және дәстүрлі жел диірмендерінде суды айдау мен астықты майдалау үшін пайдаланылады. Ал қазіргі кезде заманауи технология желді электр энергиясын өндіруде кең қолданылады. Жел турбиналары қалдық шығармай, потенциалды сарқылмайтын қор жинап, жел энергиясын электр энергиясына айналдырады. Біздің жел генераторымыздың бірнеше компоненттері бар. Олар қалақшалар, сонан кейін роторлар, генератор және аккумулятор. Жалпы жел генераторының жұмыс істеу принципі өте қарапайым. Жел қалақшаларды белгілі бір бағытқа айналып, роторларды қозғалысқа келтіреді. Сол қозғалыс арқылы кинетикалық энергия генераторларға беріледі. Ал генераторлар өз қадамында сол кинетикалық энергияны электр энергияға айналдырады. Сол арқылы бұл энергия аккумуляторларға сақталынады. Егер жел болмаған жағдайларда біз аккумулятордан шыққан энергияны аялдамаларды электр энергиямен қамтамасыз ету үшін аккумуляторларды қолданамыз. Жалпы жел генератор тұрғызудың бірнеше артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына тоқталсақ, жел генератор жалпы жел энергиясын пайдаланады. Біздің ойымызша жел ол тиімді және шексіз энергия болып табылады. Екінші артықшылығы ол жел энергиясы қоршаған ортаға ешқандай зиянын бермейді. Яғни қоршаған ортаға ластамайды. Кемшіліктері ол біраз қаржыны талап етеді. Жел генераторын салу үшін біраз қаржыны алу керек. Екіншісі ол әрқашан желдің соғуын болжай алмау. Жел болмаған жағдай, сондықтан бұл мәселені шешу үшін біз аккумуляторларды қолданамыз. Осылайша біз жел генераторын аялдамаға орналасуды ұсынамыз. Келесісі ол күн панелі. Күн қазіргі кезде ең тиімді және шексіз энергиялардың бірі болып саналады. Күн бір сағатта бөлетін таза энергияны біз бір жыл бойы қолдана аламыз, және ол қазір әлемде ең қатты дамып келе жатқан энергия түрі. Ол жылына 20%-ға өседі. Күн энергияны жарық және жылу түрінде тарататын негізгі қуат көзі. Күннің бір сағатта бөлетін экологиялық таза және сарқылмайтын энергиясы жер тұрғындарының бір жыл тұтынатын энергиясына пара-пар. Осы уақытқа дейін барлық қазбалы отын түрлері өндірген энергияны ол бір айда бөледі. Үлкен көлемдегі күн энергиясы біздің қажеттіліктерімізді сан мың есе қанағаттандыра алады. Алайда күн энергиясын жинау және оны түрлендіру оңай шаруа емес. Біз қазіргі кезде күн сәулесін жанама жолмен электр энергиясын алуға, тікелей жолмен су жылытуға пайдалана аламыз. Күн жарығының кремний сияқты материалдарға түсуі электрондардың бөлінуіне әсер етіп, тұрақты ток түзеді. Біз өз аялдамамызда қарапайым күн панельдерін қолданамыз. Жалпы қарапайым күн панельдері 6 компоненттен тұрады. Ол алюминий жақтау, шыңдалған шыны, 2 тығыздағыш, күн панелінің өзі және қайтадан 2 тығыздағыш. Ал ең соңында артқы қақпақ және қорап жәшігі. Қорап жәшігінде біз электр энергиясын жинаймыз. Күн батареяларының жұмыс істеу принципі. Күн сәулесі фотоэлементке түскен уақытта онда тепе-тең емес электронды жұптар пайда болады. Көптеген электрондар ішінара PN түйісуі арқылы бір жартылай өткізгіш қабаттан екіншісіне ауысады. Нәтижесінде кернеу сыртқы тізбекте пайда болады. Бұл жағдайда ток көзінің оң полюсі P қабатынан контактісінде және N қабатында теріс полюсі қалыптасады. Осылай біз энергия аламыз. Күн батареяларын орнатудың артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына тоқталсақ, ол тиімді, тегін және шексіз. Сен оны бір рет орналастырасың және оны тегін және шексіз қолдана аласың. Екіншісі, ол таза және қоршаған ортаны ластамайды, ал үшіншісі тұрмыстық негізде оңай орнатылады.
Ол көп қаражат керек етпейді. Кемшіліктері ол қыс уақытында біз күнді жиі көре бермейміз және қыс уақытында күн панелін қолдану мүмкіншілігі азаяды және оның пайдалы әсер коэффициенті аз болады. Ал кемшіліктері ол біз қыс уақытында күнді жиі көре бермейміз және қыс уақытында күн панелін қолданудың мүмкіншілігі азаяды және екінші кемшілік ол пайдалы әсер коэффициентінің аз болуы. Электр тогын тағы алу бір әдісі ол велогенераторларды қолдану. Жалпы бұл тәсіл біздің ұялы телефонымызды қуаттау үшін велогенераторларды қолдануға болады. Мысалы, аялдамада жастар немесе балалар өз ұялы телефондарды зарядтау үшін велогенераторларды қолданады. Сол арқылы олар тиімді және пайдалы жұмыс жасап, сол арқылы ұялы телефондарды зарядтайды. Жалпы велогенераторлар бірнеше компоненттерден тұрады. Ең бастысы ол велосипед, 12 орналған тұрақты тот қозғалтқыш, қозуға арналған арнайы белдік, тіреу ағаш және де инвертор керек. Сол арқылы қарапайым велогенератор ұялы телефондарды зарядтау үшін жұмыс істейді. Жалпы велогенератордың жұмыс істеу принципі өте қарапайым. Оқушылар немесе адамдар велогенератордың педальдарын айналып, сол арқылы кинетикалық энергия роторларға беріледі. Роторлар сол энергияны генераторға беріп, электр тогы шығады. Бірақ сол электр тогының кернеуі аз болғандықтан біз инверторларды қолданамыз. Сол арқылы біз шыққан токты 12 вольттан 220 вольтқа дейін көтеріп, өз ұялы телефонымызды зарядтауға болады. Жалпы велогенератор ол өте экологиялық таза және адамның өмірінде өте үлкен үлес қосады. Сол арқылы біз өз телефонымызды қуаттап және де өзіне жаттығу жасаймыз. Осылайша келе біз жел генератор, күн панелі және велогенераторды қолданған аялдаманы ұсынамыз, себебі елордамызда 100-ден астам аялдамалар өте көп электр энергиясын жұмсайды және осылар арқылы біз ол электр энергиясын үнемдей аламыз. Әлемдегі дамыған мемлекеттер күн және жел энергиясын тиімді пайдалануға көшті және біздің ойымызша Қазақстан да сол практикаға көшуі қажет.